Балалар, бізде қазір әдебиеттік оқу сабағы, ортақ тақырып сәулет өнері. Бөлімше сәулетті біздің Алматы. Сабақтың мақсаты ойыңды сызба түрінде ұсынасың және сөзбен көркемдейсің. Балалар, мына суреттерге назар аударайық. Суретте не көріп тұрмыз, балалар? Әрине, тамаша, дұрыс айтасыңдар. Яғни, медеу мұз айдынын көріп тұрмыз, иә? Жақсы, Көктөбені көріп тұрмыз. Тағы нені көріп тұрмыз? Президент саябағын көріп тұрмыз, иә? Және Шымбұлақ тауын көріп тұрмыз. Тамаша. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Бұл әдемі көрікті жерлердің бәрі қай қалада деп ойлайсыңдар? Иә, әрине дұрыс айтасыңдар. Бұл Алматы қаласында орналасқан екен, иә? Ал балалар, Алматы апорт алмасымен аты шыққан әсем қала. Алматы Алатаудың баурайында орналасқан, иә? Алматының басты көрікті жерлері бұл Медеу мұз айдыны, және өздерін айтқандай. Шымбұлақ шаңғы курорты міне тұр. Және Көктөбеміз тұр, иә балалар? Және сонымен қатар балалар, біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев атына қойылған үлкен саябақ бар, иә? Бұл әдемі жерлердің бәрі Алматы қаласында. Тамаша. Балалар, ендеше шығармамен таныспас бұрын автордың өмірбаянымен танысып алайық. Әбдірахман Асылбеков балалар ақыны, аудармашы. Ол кісі 1938 жылы 1 мамырда Жамбыл облысының Талас ауданы Үшарал ауылында туған. Ол кісінің Жапырақтар, Алтын дән, Көйлек хикаясы, өлеңдер жинағы бар. Сонымен қатар Тілін жұтқан тауық, Жаңғақ жыры және тағы басқа бірнеше ертегілердің авторы екен балалар. Тамаша балалар. Ендеше балалар, оқулығымыздан 103 бетіндегі сәулетті біздің Алматы өлеңіне назар аударыңдар. Мен өлеңді мұқият оқимын, сендер тыңдаңдар. Сәулетті біздің Алматы. Қымбатты қаламыз, сымбатты қаламыз, қызыға қараңыз, туған үй санаңыз. Құлпырған бақтары, нұр тұнған ақтаңы, сәулетті біздің Алматы. Қоршаған таулары, жайқалған баулары, бұлбұлдар шырқаған, су бұрқақ-бұрқаған, алтын күн аспаны, жарқын үн жастары, сәулетті біздің Алматы. Біз әлі баламыз, өскенде қараңыз, сәнді үйлер саламыз, ертегі қаламыз, кеңейіп көлемі көркейе береді, сәулетті біздің Алматы. Өте әдемі өлең, иә балалар? Сондай керемет. Алматыны қалай сипаттаған, иә ақын? Енді балалар, мына сұраққа жауап бере қойыңдаршы. Өлеңде ақын Алматы қаласының ерекшелігін қалай суреттеген екен? Кәне ойланайықшы балалар. Кәне, қалай суреттепті? Әрине балалар, дұрыс айтасыңдар. Қымбатты қаламыз, сымбатты қаламыз, сәулетті Алматы деп сөзбен, көркем сөзбен суреттеген екен, иә балалар? Тамаша. Ендеше балалар, бәріміз мына жұмбақтың шешуін табуға тырысайықшы. Табан тайған, қатып қалған, жылтыр айнам. Бұл не балалар? Бұл көбінесе қыс мезгілінде болады балалар. Тамаша. Бұл мұз, е? Керемет балалар. Ендеше балалар, бәріміз оқулығымыздың 103 және 104 беттеріндегі мұз айдын өлеңіне назар аудара қойыңдар. Мен оқимын, сендер тыңдаңдар. Мұз айдын. Алматы керемет қала ғой, Алатау айрықша дара ғой. Көрікті жерлері жетеді, бірінен бірі өтеді. Көңілді көтеріп демеуге, тура жол тартады медеуге. Онда бар мұз айдын, сырғанақ, құмарын қанбайды мың қарап. Бұлдағы бір түрі жарыстың, келмейді қатардан қалысқың. Үміт боп кеуденде, бас бәйгі
үнемі сен алға бастайды. Яғни, балалар, бұл Мұзайдын өлеңі екен, яғни медеу, жаңағы үлкен медеу Мұзайдынын ақын осылай суреттеген екен, балалар. Жақсы балалар, тамаша. Ендеше оқу тапсырмаларымызға назар аударайық. Балалар, оқу тапсырмасы оқулығымыздың 103-104 беттеріндегі сәулетті біздің Алматы өлеңінің бір шумағын жаттайсыңдар, балалар. Және екінші оқу тапсырма бұл Мұзайдын өлеңін мәнерлеп оқисыңдар. Балалар, өздерін жаттаған өлең шумағын видеоға түсіріп, мұғалімдеріңе жіберуді ұмытпаңдар. Жақсы балалар, сабағымызды қорыта келе, сабағымызға кері байланыс берейік. Бүгінгі сабақ саған несімен ұнады? Неліктен? Себебі? Жақсы балалар, осымен әдебиеттік оқу сабағы аяқталды. Келесі сабаққа дайын бола қойыңдар.